أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, осы біздің дәрісімізге келіп жүрген бауырларымыз, біз офлайн түрде өтіп жүрген дәрісімізді, яғни Құран әліппесі мен тәжвид қағидалары дәрісін енді видеоға жазу арқылы қосымша осы дәріске қарап өздеріңізге пайда аласыздар деген ниетпен жазбашасын жазып жатырмыз. Және біздің бұл сабақта қолданатын кітабымыз Құран әліппесі және тәжвид қағидалары деген осы сырты сары кітап. Осы кітапты жинақтап реттеген Ғалымбек Тобашев деген кісінің кітабы бойынша өтетін боламыз. Енді бүгінгі бірінші дәрісіміз кіріспе дәрісі болады. Кіріспе дегенде де араб әліппесі, соған тоқталатын боламыз. Бұл 8-ші бетте. 8-ші бетті ашсаңыздар, Бисмиллахир-рахманир-рахим деп қызылмен жазылып тұр. Кейін астында дұға жазылған Рабби яссир ва ла туассир Рабби таммим бил хайр деген. Яғни дұғаның мағынасы Раббым жеңілдет, ва ла туассир қиындатпа, және Рабби таммим бил хайр, және осы ісімді жақсылықпен, игілікпен аяқтауды нәсіп ет деген дұға жазылған. Біз де осы дұғаны айтып, осы дәрістерімізді жазуды бастаймыз. Енді араб тілінде 28 әріп бар, және сол әрбір әріп жеке тұрған уақытта төмендегідей оқылады. Біз қазір осы оқылуларына тоқталып өтеміз. Жаңа айтқан араб тілінде жалпы оңнан солға қарай оқылады. Сол себептен де бірінші сіздің оң жағыңыздан солға қарай жүреміз. Бірінші әріп әлиф. Әлиф. Бұл енді ешқандай қиындығы жоқ, жеңіл әріп. Бізде қазақ тілінде ә деген әріп бар, соған ұқсайды. Жалпы қазақта бір мынандай сөз бар: әлифті таяқ деп білмегенде. Яғни бұл сауатсыз, яғни оқи алмайтын адамға айтылады. Әлифтің бір сыртқы көрінісі негізі жаңағы таяққа ұқсайды. Сол әлифті таяқ деп білмеген деп, сол оқи алмайтын адамға қолданатын болған қазақта. Енді ары қарай әріптерді рет-ретімен айтып кете береміз. Бұл жерде әріптің айтылуына да мән беру керек. Менің айтып жатқаныма құлақ асып мұқият тыңдап, дәл солай айтуға тырысыңыздар. Себебі бұнда әріптің астында айтылуын жазбаша берген, ол толыққанды бере алмайды. Сондықтан бұны ескерулеріңіз қажет. Қазақ тілінде бар әріптерге келетін болсақ, оларға көп тоқталмаймыз. Біздің қазақ тілінде жоқ әріптер болса, соларға тоқталатын боламыз. Екінші әріп жалғастырамыз. Бә. Бә. Ары қарай тә. Тә. Бұлар біздің қазақ тілінде бар, айтылуы жеңіл. Ал бұл төртінші әріп келетін болсақ, ол қазақ тілінде жоқ. Бұны сақау-сы деп те айтамыз. Бұның айтылуы тілдің алдыңғы жағында ұшы, үстіңгі және астыңғы күрек тістердің арасына сәл кіргізіп, сәл тістеу арқылы айтылады. Сә. 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 Кейде біреулер фә деп естіп қалып жатады, фә емес. Сақау-сы. Бұндай сақау араб тілінде 3 әріп бар. Бұның біріншісі осы. Келесі әріп джим. 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 Бұл жерде байқасаңыздар, жазылуын астында айтылуын жымен жазып қойған, негізі дымен айтылады. Джим. Келесі әріп ха. Жіңішке ха әріпі. Бұл әріпті айтқан кезде тамақ біраз қысыңқырап, тамақтың ортасына салмақ түседі. Ха. Бір жіңішке шуылдаған дыбыспен басталады. Ха. Ха. Ха.
Екінші, бұдан кейінгі үстінде нүктесі бар, осыған айырмашылығы бар, бұл жуан айтылады, сәл тамақ қырылады. Ха, ха, ха. Біріншісі ха, екінші үстінде нүктесі бар, ха, ха. Одан ары қарай келесі әріп дәл, дәл жіңішке айтылады. Кейінгі, одан кейін дәл, екінші сақау бар. Жаңағыдай тілімізді тістеріміздің арасына кіргізіп сәл тістеу арқылы дәл, дәл деп айтылады. Бұл екінші сақау бар, жіңішке әріп. Ары қарай келесі әріп ра, ра. Келесі зә, зә. Қазақ тіліндегі з әріп сияқты ызылдап шығады, яғни сақауды еш нәрсе қылмаймыз. Зә. Одан ары қарай син, син жіңішке айтылады. Байқасаңыздар, жоғарыда сақау зәл бар, сосын міне з, екі з бар, жалпы үш з бар. Бірақ айырмашылықтар бар. Сол айырмашылықтарды көрсету керек айтқан кезде. Сол секілді с әрпі де араб тілінде екеу, бірақ біреуі біріншісі мына осы син жіңішке айтылады, келесі тағы да алда келеді, ол жуан айтылады. Ары қарай келесі әріпті айтамыз. Шин, шин, шин. Енді одан кейін жаңа айтқан жуан с әрпі соды, соды, соды. Келесі әріп араб тіліндегі ең қиын әріп болып есептеледі. Бұның айтылуы біраз қиындау, бірақ оны тілді реттікке келтіріп айтса болады, қиындығы жоқ. Ол көбінесе араб еместер бұл әріпті айтуға қиналғандықтан з әрпіне ұқсап зо деп. Бәлки мүмкін сіздер кейде Құран оқып жатқанда Фатиха сүресінде валя золин деген сияқты естіген боларсыздар. Ол жерде негізінен ол әріп емес, осы әріп сол әріпке тілі келмей, осы әріпке тілі келмегесін зығыл айтып жүрген. Асылында бұл әріптің айтылуы доде, доде, доде. Бұл әріпті айтқан кезде тілдің оң жақ жиегі немесе сол жақ жиегі жоғарыдағы азу тістерге ұрылады да соған соғылып айтылады, және тілдің ұшы тістердің ішінде қалу керек. Кейде біреулерді байқап жатамыз, айтқан кезде тілдің ұшы сыртына шығып, жаңағы зәл әріп сияқты тістердің арасына кіріп кетіп жатады. Олай айтылмайды. Тілдің жиектері жоғарыда азу тіске барып тиеді. Доде, доде, доде. Бұл әріпті айтқан кезде жаңағы азу тістердің тек қана тілдің оң жағын тигізуге болады, яғни оң жақтағы азу тістерге тілдің оң жиегін тигізуге болады, немесе сол жақтағы азу тістерге тілдің сол жақ жиегін тигізуге болады, немесе екі жақтағы екі азу тіске тілдің екі жиегін қатар тигізіп айтса болады. Келесі әрпіміз то. Жоғарыда тә әрпі жіңішке келсе, бұл жуан айтылады. То, то. Одан кейінгі әріп жуан сақау айтылатын әріп, үшінші сақау әріп во, во. Тілдің ұштары тістердің арасына кіргізіп сәл тістеу арқылы жуан айтылады. Во. Келесі әрпіміз айн, айн, айн. Бұл жіңішке айтылады, не ада емес, не де ғыда емес, екеуінің арасында айтылатын әріп айн, айн. Келесі әріп, бұл да сол әріпке ұқсайды, бірақ үстінде нүктесі бар, әрі айтылуы кәдімгі біздің қазақ тіліндегі ғайн, ғ әрпіне ұқсайды. Ғайн, ғайн. Одан кейінгі әріп фә. Бұл әріп бізге айтуда қиындық тудырмайды, сондықтан бұған көп тоқталмаймыз. Дәл сол секілді бұдан кейінгі бірнеше әріптерде айтылуында қиындық тудырмайды. Келесі әрпіміз қоф, қоф, қоф жуан айтылады. Қоф. Одан кейінгі әріп кәф,
К әрпі секілді. Каф. Каф. Кейінгі әріп ләм. Ләм. Л әрпіне ұқсайды. Одан кейін мим. Мим. Одан кейін нун. 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 Одан кейінгі әрпіміз вау. Көбінесе вау деп жоған айтып жатыр. Вау емес, жіңішке айтылу керек. Себебі бұл жіңішке әріптердің қатарына жатады. Вау. Вау. Одан кейінгі әріп біраз болды қиындығы бар біраз. Біздің қазақ тіліндегі қаһарман дегенде х әрпіне ұқсас. Бұл ауа іштен келіп ешбір кедергісіз еркін шығып кетеді. Х. Байқасаңыздар, бұл жерде араб тілінде 3 х әрпі болды. Біріншісі х жіңішке, одан кейін х жуан, тамақ қырылып айтылады. Үшіншісі бұл да жіңішке, бірақ ауа еркін іштен келіп шығып келеді. Енді ең соңғы әрпіміз я. Кейде яй деп те айтып жатады. Басты я. Яғни я деген әріп айтылу керек. Я, яй, я. Олай болса, осы біз дәрісімізде араб тілінің әріптерінің айтылуларын, ерекшеліктерін мен айтып шықтық. Бұл дәрістен, бұл беттен берілетін тапсырма осы араб алфавитін ретімен айтып шығу, және сол айтқан кезде жаңағы айтқанымыздай нақты айту керек. Сақауын сақау деген сияқты, ашығын ашық, жіңішкесін жіңішке, жуан қылып айтып шығу қажет. Және алфавитті осы бетте қарай отырып, алфавиттің ретімен жаттап алу керек. Мысалға, ешқандай қарамастан басынан аяқ қайталап айта бересіз. Мысалға, алиф, бә, тә, фә, джим, ха, ха, дәл, зәл, ра деген сияқты осы соңғы әрпі яйға дейін басынан аяқ ретімен айтып шығуыңыз қажет болады. Олай болса, бүгінгі бірінші дәрісімізді аяқтаймыз. Келесі дәрісте осы алфавитке қатысты тағы да түсіндіріп өтеміз. Алла тағала осы алған ілімімізді пайдалы әрі қайырлы қылсын. Субханакаллахумма бихамди, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.